маған қалай әңгіме айта алады деймін да, қалай сонда заман ауысып кеткен жәке. Вообще ауысып кетті ғой заман негізі. Ұйықтап кеттік қой біз негізі. Салафиттер деп вообще ұйықтап кеттік қой негізі. Жылайтын уағыз болса болды ғой қазір. Иә, сол ғой эмоциялы. Мен осыған дейін айтқам, атеистер бұл сиыр ғой жәке. Ол сиыр, оның залым деп танытты, сиыр му дейді кете береді ол дальше. Атеист осы маған қалай әңгіме айта алады деймін да, қалай сонда заман ауысып кеткен жәке. Вообще ауысып кетті ғой заман негізі. Ұйықтап кеттік қой біз негізі. Біз негізі шариғат елде өмір сүріп жатырмыз ба? Атеистер не дейді? Мал дей ма? Иә, мен Тоқсанбай. Абадан қалайсыз? Жақсы. Білем, мұнан жаңа көрдім ғой менше. Бұл екінші рет айтып тұрып сотталады ау жақында. Соны айтап, біз шариғат елінде өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Тәке? Білем, мынау шай кетті что-то, иә? Мынауын ше? Иә. Мынаған ескерту бірдеңе береді, но болмайды мынау. Бұл іштей алауыздық тудырып отыр ғой, мысалға бір белгілі бір адамдарды, атеистерді, мысалға басқалар. Қуама, не ол? Иә, что-то не болып жатыр ғой, бұл агрессивный болды. Аяз ата дегеннен кейін бұл травма алып кетті ау осы. Травма алды ма? Не болды бұған? Таза долбоеб екен бар ғой. Базар жоқ. Я бахуе бар ғой, бахуе. Шаршамайды дейсің ғой. Долбоеб екен. Адам тыңдап отқан адамды айтсайшы. Өзінің адамдары ғой бұл, тәке. Ау? Өзінің адамдары болғаннан кейін, конечно, деп. Yok, бұның бәрінші жақында комитет біреу бычытын шығарады. Қиын, иә. Бұл тентек па бұл? Му деп қоймайды. Аяз атадан кейін сиыр болып кетті өзі болды. Мен басын енді көріп жатырмын. Өткенде әйтеуір уақытым болмады, көре алмай отыр едім. Сонда аккаунт беріп, балалар. Мен ана бұрынғы ашып жүрген аккаунтын бәрі тозаққа кеткен ғой. Қазақстан аудиториясынан ашамын. Оңбайды мынау. Абадан. Оңбайды. Қарасайын. Салафиттер деп вообще ұйықтап кеттік қой негізі. Жылайтын уағыз болса болды ғой қазір. Иә, сол ғой эмоциялы уағыз. Мынада бір логикамен бірдесе уағыз шығарасың ғой 5 минут. Вообще просмотр жоқ қой. Не болса біреуді жамандайтын болсаң, просмотр деген кетеді. Біреуді өсектейтін болсаң бар ғой. Анау пәленше дарын жаман десең жиналады ғой, просмотрлар бар ғой. Қазір ислам ақылсыздардың діні болып қалып қалған сияқты да, как будто иман тақлиди. Мен мұсылманмын, потому что мұсылман дұрыс болды. Не үшін, не болады, вообще оқып атқан жоқсың да сен. Дос алып кепті, сақ сурес берейінші, но кіріп кетті басқадан кейін деп. Ана, қазір айтпай қой, насрани діні бар ғой? Иә, сөйтіп айтайық. Қазір неше түрлі нәрсе біліп алдық қой қазір. Насрани дін десең ештеңе болмайды екен да, Құранда келген. Былай десең болмайды екен да ол. Біз христианға да кететін едік, дұрыс па? Атеистікте де қалып қала беретін едік кеңестік күнде. Біз сондаймыз деп. Неге кетті деймін да қазақтың бәрі исламға? Ол маймылда адамға өзгерді деп тұрған жоқ па деймін да? Иә. Маймылда адамға өзгеру өте ғылым да, это нормально, это... Ол атеист. Мынау қай ғылымда жазылып тұр екен, маймылда адам өзгерді деп. Білем бұл ше, дәкәнсе позор болады абадан. Көресің ба? Дәкәнсе кетейін деп тұрған мынау. Қуады екен базар. Точно қуады. Сонда ана... Ертең бір күшті нәрсе жасайын болғанша менше. Жасайын. Күшті нәрсе жасайын. Сенің фантазияң... Ир қылам бұны мен бар ғой әлі.
Фантазия мықты ғой, жіберсе репост жасап бізде адам болмайды бұл. қайтадан қойшы дейді. Атеист болсаң тыңдама, травмаласын. Сиыр болып кеттіңдер бұл. Сиыр болып кеттіңдер ғой сендер атеисттер. Абадандар эфир ашпай, кімдер? Ақылтайлар эфир ашпай қойды. Ашты ғой бағана. Травма алып жүрген жоқ па екен? Ауыр. Макс қайда кетті? Макс көрінбей кетті ғой. Ол да травма қойған жоқ па? Что-то. Ол ең бірінші сиыр сол ғой. Өгіз. Өгіз десең піштіріп тастаған сияқты болады ғой. Келеді жүрген жер. Атеистердің біраз травма қойған сияқты. Деп дауысын салып қойды. Осыны естімеп едім дейді, қойшы дейді. Басынан естімедім. Жігіттер қалайсыңдар? Жақсы, қалай жағдай? Жақсы. Мынаны қойып жіберіңдерші, мен естімеген едім, шынымды айтайын. Бүгін көрдім мен, біле, жаңа. Мен естідім де просто андай. Толық нұсқасын естімедім. Видеосын көрмеген едім. Көріңдерші. Қазір. Мен осыған дейін де айтқам, атеисттер бұл сиыр ғой, жәке. Ол сиыр, оның залым деп татты, сиыр дейді да кете береді ол дальше. Бұл екінші рет айтып тұрғаны бұл. Болды ма? Деп кете береді değil mi? Атеист болсын маған, қалай әңгіме айта алады деймін, қаласында заман алысып кеткен, жәке. Вообще алысып кетті ғой заман негізі. Ұйықта кеттік қой біз негізі салафитте. Сұрап отқан журналистің түрі анау ма деймін да? Журналист емес ол, имам ғой анау қасында. Бір-бірінен сұхбат алатын оған ба бұлар? Ана мешітке барып сұхбат алып келейін деп келесі мешітке шығып кетеді. Жағы. Ана жылқышыбай болғанда бұның алдында сұрайтын еді. Далбойыпсың ба, далбойып ба деп. Кейде далбойып тауымын деп ойламайсыз ба? Өзіңізді далбойыппын деп ойламайсыз ба? Айтатын еді, айтатын. Жылқышыбай болса, точно айтатын еді. Міне бір мө келді. Дәке? Келді міне. Міне нағыз бұқа ғой бұл кісі. Армысыңдар, қалдарың қалай, қазақтар мөңіреген ерлер. Найманаға қалайсыз? Құтты болсын жаңа статустарыңыз. Алғыс. Жаңа бір статусқа көтеріліп әдемі болып қалдық. Мөлдер азайып бара жатыр что-то. Бәрі тәңірлік кетеді осы. Ай, Найман братан, бәрін қойып, сиыр болыңдар ма? Не болыңдар енді? Сіздерде енді шанс көбейді. Тәңіршіл бауырлар. Прикол ұстауға ма? Жаппай сіздер жаққа жүгіреді енді сиырдан қашып. Атеисттер ме? Кетсін, қабылдаймыз. Атеисттер бұрылады енді. Абадан бір неміне гүл алып тұрса? Абадан біз гүл алып шықпаймыз. Біз нәке қателесесің, гүл алып шықпаймыз. Біз адыраспанмен, шыршамен аластаймыз. Отпен аластаймыз. Шыршамен. Сіздер аластап алып, содан кейін қабылдайсыңдар ма? Конечно, аластап. Кет бәлей жаласын, кет деп. Сосын бар қабылдаймыз. Бізге жайдан қабылдау қайда? 7 декабрь күні айтқан екен ғой мынау әңгімесі. Шыршамен ұрас қой. Шыршамен. Шық. Сиыр болып кірген болсаң шық деп, шық. Бөдеп қойыңыз, Найман мырза дейді. Гауһар ханым да
мен аяғымда шалы батырға аз демейші. Салафиттерде вообще ұйықтап кеттік қой негізі. Жылайтын уағыз болса болды ғой қазір. Иә, ана сұхбат алып отырған адамы таза сарафит қой анау. Соны айтып отырмын ғой. Сақалын көрдің бе, сақалын? Журналистқа қай жері ұқсап тұр ма? Блогер деп қойса. Блогер Бармысыздар қалдарыңыз. Әдемі үстелге отырып алады бұлар. Бір күті артынан еріп келдім. Бірген бір апа депті деген Ана осы ғой. астына бір сиыр келді, қосып жіберіңіздерші. Кішкентай, бұзау. Тайынша бұқа деп. Тайынша бұқа деп көтеріп қойшы. Бұзау. Тайынша ма? Бір жаста толмаған. Міне келді міне. Қазындар. Қалайсың, тайынша бұқа қалайсың? Аман. Дәке? Ау. Тәңгілер тез үйренеді өмірге деп қоймайды. Бейімдегі шкел. Оқылы? Демде үйреніп тұң. Үйренді. Мұсылмандар подкасты сөйлеп жатқанда әбекең. Абадан ананы қосшы ары қарай тыңдайық. Не айтқан екен бейшара? Мына тайынша бұқалар отыр, ұят емес пе? Қай еш нәрсе қылмайды. Өліп қылмайды. Оқылық. Мынаның Нұржанның ана мө деп атқан жерін кесіп алып, ана сиырдың реально мөңірегенін озвучка қойып та. мен осыған дейін де айтқам, атеистер бұл сиыр ғой жаке. Ол сиыр, оның залым деп танытты, сиыр му дейді да кете береді. Осы жерін кесіп алу керек. Осы жер керек. Ебам, тықтамай ма? Дәге? Тықтамайын деген ме? Ақойып шығын ма? Мынау сотталады бір күн, оқылық. Білем, мынау. Мынау қоғамда не оятып отыр ғой, болмайды ғой, бұл екіге бөлінеді ертең қоғам. Сөйтіп мынаны дұрыс айтты деп шулайды. 90бай енді сотқа бермейсіңдер ме енді осы баланы? Енді сиырлар берсін. 90бай сиыр емес. Тайынша бұқа отыр ғой. Жерде бір бұқа. 90бай. Сонда біз енді айтамыз ба енді бұқаның өзі қартайса да мұрны қартаймайды деп. Енді сіз, Найман көке, сіз бірінші не жазу керексіз? Айланысып жатырмыз. Болды, барасыз да енді болсын. Найман көкең тәңірші атеист қой. Сонда да енді кішкене атеист ғой. Тойда айтқанын көрдік қой. Тәңірім жарылқа бәрі қолдасын деді. Найман көке? Үйдегі құдайынан қорқады ғой декен. Сол үшін тойда айтып жүреді. Құдайым бар ғой. Үйдегі құдайым бар ғой дейді. Көреді ол дальше. Атеист болсын маған. Қалай әңгіме айта алады деймін, қалай сонда заман ауысып кеткен жаке. Вообще ауысып кетті ол заман негізі. Ұйықтап кеттік қой біз негізі. Салафиттер деп вообще ұйықтап кеттік қой негізі. Жылайтын уағыз болса болды ғой қазір. Иә, сол ғой, эмоциялы уағыз. Мынада бір логикамен бірдесе уақыт шығарасың ғой, 5 минут. Вообще просмотр жоқ қой. Не болса біреуді жамандайтын болсаң, просмотр деген кетеді. Біреуді өсектейтін болсаң бар ғой. Анау пәленше дарын жаман десең жиналады ғой, просмотрлар бар ғой. Қазір ислам ақылсыздардың діні болып қалып қалған сияқты да, как будто иман тақлиди. Мен мұсылманмын, потому что мұсылман дұрыс болды. Не үшін, не болады, вообще оқып атқан жоқсың да сен. Дос алып кепті, сақ сурес берейінші, мынау кіріп кетті басқадан кейін. Анау, қазір айтпай қой, насрани діні бар ғой? Иә, сөйтіп айтайық. Қазір неше түрлі нәрсе біліп алдық қой қазір. Насрани дін десең ештеңе болмайды екен да, Құранда келген. Былай десең болмайды екен да ол. Біз христианға да кететін едік, дұрыс па? Атеистікте де қалып қала беретін еді кеңестік. Біз сондаймыз деп. Неге кетті деймін да қазақтың бәрі исламға? Ол маймылда адамға өзгерді деп тұрған жоқ па деймін да? Иә. Маймылда адамға өзгеру өте ғылым да, это нормально, это... Ол атеист, тот, который ода жаман жақсы деген түсінік жоқ. Ол қайдан алды оны? Жоқ. Иә.
бізге де иман ет деп жатсың ба дейді. Кәдімгі атеистердің сөзі сол емес па? Мына ақымақтар сияқты, жындар сияқты иман етейін ба не деп айтады дейді да. Оның соң біздің де мұсылман бауырлар айтатын, тақриди иманнан шығып хақиқи имамға өту керек та, иманға. Вот. Негізі действительно үшеуімен де кездеспен, ана екеуімен онлайн кездестім, Нұржан ағамен былай кездестім, үшеуін де жаке өшіріп қайтқам, ауыздарын ештеңе ашпайтындар. Нұржанды да өшіріп тастапты ғой, ауыздарын ашпастай қылып. Бәрін өшіріпті ғой. Не деген мақтаныш мынау? Бәрін өшірді, өшпеген өзі қалды. Абадан ана Қайрекеңді білесің ғой, я, Қайрекеңді? Кегендікі. Мен кеттім, видео жасаймын. Жақсы. Жақсы, Тоқсанбай. Іске сәт. Күшті нәрсе саламын жақында. Оқулық екеуің. Кімде дейсің, қай Қайрат? Абадан Қайрекеңше 68 жылғы. Иә, білемін. Соның ана сатып алды жайлы айтқанын естідің бе? Жоқ, естімедім. Сатып алдымна жаңағы темір жолды басқарған кезде исламдан зорлықпен қабылдатып, зорлықпен қажылыққа жіберген екен адамдар. Қош, оған дәлелі бар ма екен? Сотталады ғой дәлелі болмаса. Я қазір мен саған несін жібересің, посылкасын жіберейінші қазір. Я білмеймін. Жібер, телеграм. Мынау жаңағы дарын мұбарыпты айтып отыр ма? Дарын десең эфирін адамдар көбейіп кетеді деп. Енді сәләфиттермен. Абадан. Бұл дарын мысал айтып отыр да, жаңағы дарын сияқтылар жамандасаң дейді. Енді ол сәләфитті ғой енді. Масқа ұстанбайды бірақ. Сон жамандасаң просмотрден көтеріліп кетеді. Ал бір мынандай көркем әңгімелер айтсаң адамдар қарамайды деп соны естеп отыр ғой. Видео көрейік. Көркем әңгімесі не сонда бұны? Көркем қандай әңгіме айтады екен? Көркем әңгімесін тыңдай онда, Гаухар ханым тек видеоны көрейік ағайын дейді. Жақсы, жалғастырайық. Бұл анау сияқты ғой, айтып жіберейін, айтып кеп тұр да. Айтыңыз. Иә, жиналып қалған ғой, көруші, шығып жатыр деп қойды. Dit is de doorbraak waar alle ondernemers hebben gewacht in 2025. Waarom? Omdat AI... Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bil huda wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қадірменді ағайын, құрметті біздің арнамыздың көзқарақты көрермендері. Бүгінгі сұхбат жай бір теория немесе баяндама емес. Бүгінгі сұхбат қазіргі жастардың санасында болып жатқан шынайы шайқастың ортасына бару. Қазір өздеріңіз байқасаңыздар, соңғы кездері бір жағында TikTok-тың өте жылдам, жеңіл контенттері, екінші бір жағында қаншама ғасырдан бері сыннан өтіп келе жатқан хақ дініміз, ислам діні, үшінші бір жағында өздерін ақылдың ең соңғы инстанциясы санайтын атеист блогерлер. Енді ең сорақысы осылардың ортасында ойлары күмәнға толы қазақ жастары. Иншалла бүгін біз осы сұхбатымызда осы жастардың санасындағы болып жатқан шайқастың шешімін шешеміз деп Алладан үміт қыламыз. Сонымен бүгінгі сұхбатымызға келіп отырған қадірменді қонағымыз осы тақырыпта атеистерменен пікір таластырып жүрген және де рухани ортада өзіндік орны бар ұстазымыз Нұржан Смағұлов ұстазымыз келіп отыр. Ассаламағалейкум. Қош келдіңіз, ұстаз. Жақсы, Алла разы болсын. Өздеріңізге де Алла разы болсын, шақырғандарыңызға жан ұстаз. Әмин. Аман есен келдіңіз. Иә, кеп қалдық. Бүгін мінекей Алланың қалауыменен сабақ дүйне сәтімен дегендей өзіңізбенен бір каналымызда сұхбат түсіру орайы туып отыр екен. Енді алдын қанша сырттай қарап отырмыз ғой, әлеуметтік желіде болып жатқан жағдайларды бәрін бақылап, сырттай дұға қылып, жаңа Алладан жәрдем тілеп отырмыз. Енді тіке сұхбатымызға кірісетін болсақ,
Мәселе қазіргі әлеуметтік желіде өзіңізге қатысты актуалды жүріп жатқан кейбір мәселелер ғой енді. Оның ішінде осы атеистерге қатысты сұрақтар. Соның ең біріншісі, бастапқысы, қазақ жастары неге діннен алыстап осы атеизмге, кей жастары, енді барлығы деп айта алмаймыз, кей жастары діннен алыстап атеизмге бет бұрып жатыр. Бұған себеп не? Бұл біздің дағуаттың тілі, дағуаттың әдіс тәсілі өзгерту керек па, ескіріп жатыр ма, немесе әлеуметтік желі, сыртқы күштер ықпал етіп жатыр ма? Осыған бір жауап берсеңіз, иншалла. Ырс етіп әрең отыр ғой, татау семіріп кетті. Сыртқы күштер деген қалай кетті? Қайдан келді сыртқы күштер? Енді бұлар енді жаман көрсету үшін айтады да, есіріп жатыр ма дейді. Андау ентігіп не істеп отыр ғой, терісіне сыймай отыр. Точно жарылады. Абадан докатса тыңдайықшы абадан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаке, мен негізі диссертациялық жұмысым шәкәрім туралы болды да. Сол сөзді жазған кезде сол замандағы діни саяси ахуал дегенге кіресің, бір ғалым туралы жазсаң, бәрібір де сол заманда болып жатқан діни ахуалға кіресің. И сол зерттеулердің барысында біз енді сол кездегі діни ахуал қандай болу керек деген анықтаудың мақсатында көптеген архивтарға кірдік. Онда жаңа Москвадағы Ломоносов бар ғой, сол жаққа әдейі арнайлап барып, сол жердегі архивтарды қарап, не қандай жағдай болды, өзі енді патша үкіметінен ғой басқарылады. Сол кезде мынандай қызық дүниелер қаралды да, жеке. Қазақ елі патша үкіметінің астына кіреді, Екатеринаның астында ше кезінде. Соның кейін замандар өтеді, 1800 жылдың 50-інің ортасына барған кезде Түркістан губернаторлығы деген еспеді. Оған тағайындалатын генерал-губернатор деп аталады да. То есть тағайындалып отырғанда. И сол бір былайша айтқанда Қазақстанға бір басшы жіберіп атады ғой патша үкіметі. Сөйтіп әр келген басшы генерал-губернаторлар белгілі бір бағдарламамен келетін. Сол бағдарламадағы мақсат қазақты қалай бағындырсақ болады. Анау Екатеринаның кезінде, где-то 32-де ма 700-де сол жерде кірген кезде 800-дің ортасында 100 жыл басқара алмай келеді ғой қазақтарды. Неге десеңіз, коммуникация қиын. Қазақтар көшіп жүреді ғой қыстақтарда. Анау бір патша үкіметінен бір хабар, закон келген кезде оған қазақтардың артынан қуып жетем дегенге шейін олар өшіп коммуникация қозғалмалы болғаннан кейін қиын болған да. Сол неше түрлі нелер бағдарламалар ұсынады. Оны орыстардан келген. Сол бағдарламалардың ішінде мен өзім жеке оқыған, қазақтарды басқару үшін бірінші приоритеттерді дінді құрту керек болды. Сол кезде барыншылар келеді да, дінді құртамыз дейді да, дінді құртуға тырысқаннан кейін Түркістан жақта көтеріліс басталады да, сонан кейін бұл бағдарлама дұрыс емес екенін түсінеді да, бұлар өстеді. Дінді құртпайық түбегейлі дейді, дұрыс емес екен дейді. Дінді өзгертейік кішкене дейді да. Прям сондай, прям бағдарлама тұр, жазылып тұр. Бартельттің несінде де еңбегінде де Киргизий деген бір еңбегі бар, қазақтар айтады да. Абадан өшішінен, прям тұр, ей, бауырлар, прям тұр ана жақта. Прям тұр. Татар молдалармен бірге де. Бетін тілсе қаншықпайтын сорлы екен мынау бар ғой негізі. Иә. Таза топас қой сорлы. Сорлысы ғой бұл. Мен бұған вообще әңгімем жоқ. Бұл бәлені негізі көтере берейік бауырлар. Бұлай ғой енді. Көтерген сайын андай бірден кеш шығады деген секілді. Таза тарихты бұрмалау деп осыны айтады міне. Жоқ енді бұл тарихты бұрмалай ма, или басқасы ма, бұған бәрібір ғой бұл деген ана бірдеңкеге той болған адам ғой жаңағы. Арабтың сідігіне той болған ғой, былайша айтқанда. Кешіріңіздер енді сөйлеп отқаныма. Былайша айтқанда енді. Оны қоя берейікші, жаңағы 30-қанша жылдары дейді, патша үкіметі дейді, сонда 30-қанша жылдары патша үкіметі не істеп жүр?
Соған назар аудармадыңыздар ма? деп кетті. Егедарин апаң қай жыл өмір сүргенін білмейді ау деймін, 18-ші ғасырда. Иә. Бұлар діндар болып жүрді, яғни тарихқа кіріп, тарих бойынша әңгіме айтады. Ана журналистиманың түрі анау. Кішкене тарихқа кіріп әңгіме айту керек қой абадан. Ол жайында әңгіме айту керек қой, енді кішкене әйтеуір. На самом деле оны біліп те жатқан жоқ та, байқұс біздің қазақи бауырлар оны біліп те жатқан жоқ. Мынау емізет та енді, емізіп бірдеңе қылады да бұл. Соған ойбай Нұржан ұстазымыз дейді да. Сондай болып тұрды, елки-палки. Бір кезде ана Жарқынбекті білесің ғой, Далбайып Абайды білетін Қызылдар тұтқындағанда артынан масқар жасып барған деп әңгіме айтқан. Бұл да тура солай болып тұр ғой. Орысша боқтықты аз қолданыңыздар бұрадан. Қайырлы түн, армысыздар. Армысыз, Гаухар ханым, қалайсыз, амансыз ба? Аман есен. Кәке, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жақсы, жүрміз аман есен. Аянбайтын тыңдау керек еді. Бұлар күшті айтады да, анау ел есту керек қой. Күшті айтады. Иә, тыңдаймыз, Гаухар ханым, тыңдаймыз. Тыңдайық, абадан. Көптеген еңбектерде сөйтіп айтады. Өзгертейік дейді. Қандай деген кезде пункттар ұсынады. Мынандай, соның ішіндегі біреу. Кезең-кезеңімен де. Кезең, еще так медицина жағынан, ана жағынан, мына жағынан ұсынады да, так мына жағынан оқу жағынан деп өзгертейік. Исламды сөйтіп өзгертейік. Сол кезде мынандай бір пункттар болды да, жеке. Қазіргі шығып жатқан жастар бар ғой, новый исламмен. Исламды қайтарып жатқан емес, андай. Жаңашыл исламмен. қоямыз ба? Иә, жаңашыл көзқарас. Бұрынғының бәрі ескілік, бұрынғының бәрі надандық деген лозунгтармен шығып жатқан жаңа жастар болатын болса, поддержканы берейік деген ғой. То есть сондай бір жастарды шығарайық деген да, андай поддержка беріп та. Діннің екінші бір жаңағы үлкен кісілердің әсіресе арасында аталып кеткен атау бар ғой, жаңа ескішілдік дейді ғой. Иә. Сол кезде қалыптасқан бар, иә, сол кезде ескішілдік, бұл надандық деген сияқты лозунгтар шыға бастағанда сол кезде ше. Анау бір байқайсың ба, сол кезде бір жастар шығып кетті ғой, бір очки киген, бір нелер, бір вроде мұсылман, бірақ мұрт өсіріп, сондай сияқты. Вот сол негізі солардың прототипінен шыққан дейді да. То есть мұсылманды жоққа шығармайды. Өздерін бір интеллигентті қылып көрсету. Иә. Бірақ бұл біздің жаңағы мұрт қойып. Ай, блин. Бол, таза манипуляция ма? Абадан? Мұрт қойып, очки тағып деген енді сол кезде, қазір бір минут, сол кезде ана кімдер ғой, мұрт қойған основной алашардақтылар ғой. Бұларда қазір мұна молдаларда екі. Осыларға дейін мұрт қойған қазақ болмаған е. Қара, мұна екеуін қарады, екеуінде де мұрт жоқ та. Мәшһүр Жүсіп не айтып еді? Сақалы бар, мұрты жоқ, діні бар да, ұлты жоқ. Теке сақал, қырма мұрт, ел түбіне сол жетер. Сонда мұрттыларды мазақтап отыр да, кезінде қарасаң, алаштықтардың, алаш қайраткерлерінің ескі фотоларына қарасаң, бәрінде мұрт бар. Әрине. Одан кейін бұл қандай тарихи керек? Одан кейін жоқ, былай ғой, мынаның манипуляциясын айтамын да, абадан. Ойбай, кім ұйықтап отыр? Кім ұйықтап отыр? Мынаның манипуляциясын айтамын да, ой, сондаға. Жоқ, бірақ бір дыбыс естілді да. Сол, мына манипуляциясын қарасайшы. Мына жаңағы мұрт туралы әңгіме айтады да бұл ше. Сөйтіп өзінше жаңағы жастарға ой қалыптастыру керек қой. Таза манипуляция ғой негізі. Негізі мына пәле бәрін біліп отыр деп ойлаймын мен, Нұржан бар ғой. Біраз нәрсені білет деп ойлаймын. Бірақ енді қайтарға шегі жоқ деген секілді ғой. Міржақып Дулат, Мағжан Жұмабаев атамызға қатысы жоқ. Бұл мынандай ғой, короче. Исламды қазақтың бұрынғы ескілігі дұрыс емес деген тарапынан көрсететін жастар ғой. В общем, бағдарлама ғой, жаке. Бұның әңгіменің бәрі не бастап отырмын. Бұл жерде мен ойлаймын,
мына жастың өзінде емес проблема дұрыс айтып отырсың, проблема негізі жастарға бір нәрсені сындыруде шығар, жастарға келетін подходта шығар. Ол жастар дегеніміз ол қазір жалындап тұрған нәрселер ғой дүние. Мына әлем бойынша қорқатын болсаң жастардан қорық дейді да. Өйткені жастарға өлімнің ауылы жақын деген идея тұрмайды. Болашақ, өмір, әлі қайда, өмірге енді кіріп келе жатыр деп. Сондықтан да студенттер бар ғой әлем бойынша, солардан қорқады елдердің бәрі. Сен білесің ғой, 86 жылда бізде көтеріліс болған кезде тек қана студент балалар ғой мысалы. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting. То есть студенттер сам по себе. Сондықтан да көп жағдайда үлкен маңызы бар, мемлекеттік дәреже маңызы бар университеттердің ректорларын президент прямой өзі тағайындайды. То есть басқа біреу тағайындау деген жоқ. Өйткені сам по себе жастар дегеніміз дұрыс идеология ұсыну, дұрыс нәрсе беру үлкен маңызға ие да. Өйткені ол жастар қазір тоқтамаймын шығам десе, вот сол контингент бар ғой, солар құртқанда солар көп нәрсеге қорықпай бара алады да. Айтпесе мына 30-дан асқан білесің бе? Өзің болды ма, болмады ма? Біз жас бала машинасы айнып келсе, әкесі папасы отырса, гаишник тоқтатса, жас баланың қазір тұрып, документы покажи, удостоверение в обернутом виде деп тұрып, гаишниктерге атылады да, ана папасы тұрып, балам қой. Заманның несі ғой, үлкен уже қанша өлім көріп тастаған, анау кеткен, мынау кеткен, бұл әділ өмірдің несін көрген, анау жас тәлтік көрмеген. Сол енді сен сұрап жатсың ғой жаңа қазақтар жастар. Бұл жастардың өзінен болып жатқан проблема емес шығар. Бәлкім просто жастарға дұрыс подход керек болар. Менен бір кезінде бір радикализмге кетіп жатыр, не былай да кетіп жатыр. Өшірші, тоқташы, бля. Не айтты, вообще түсінбедім мен. Сұраққа жауап Абадан не айтты мынау? Сұраққа жауап берілген жоқ. Грамм түсінген жоқпын мен. Йоп, твой рот. Бірдеңені есте қойын десем, әлі есте отырмын, әлі бірдеңке. Мен де күтіп отырмын. Жылдар бойы жастарға жете алмай отыр ғой қолы. Жастар шығып барады қолынан. Жастар туралы айтты да, Найман аға жастар туралы айтты да, тым жоқ қой басқа ответ. Жастар оларды қолдай ма, жоқ әлде қолдамай ма? Ол жоқ. Одан кейін тағы басқа, білмеймін, не бар айтқан, блядь. Соған қолдамайтынға жете алмай отыр ғой, бұл көрдің бе? Жастарды да ұстап қалу керек қой мешітте, соған жете алмай отыр ғой бұл. Соған жанталасып отыр. Жастарға қалай подходпен келу керек, оларды қалай қолдасау керек соны. Анық жете алмай отыр, өзінің соображать ете алмай отыр. Бірақ соған жеткісі келіп отыр да, жастардан қолдайды. Бірақ жастар қазір қара, қараңдар, жастардың ақылы, мен өзім артындағы жастардан көрсем, мына оқулық солар жүреді ғой, міне. Соларға қарасам, ұялып отырам, ішімнен тыңдамаймын, осылар не жеп ақылды деп. Артына сөздерін тексерем, неше түрлі сөздерді тексерем. Ақылды бәрі, саналы. Оқулық, қанша 3 жыл болды ғой жүргеніне, ол оқулық біледі ғой чөп-пачөп. Одан бөлек бар ғой, Найман аға. Жастарды айтам, жастар қазір қарай енді, қазір қаншама жастар өсіп шығып жатыр біздің ортамызда ше. Өзі дін туралы мұсылмандардың бір-екі стримдары бар шығар, қалғандар бәрі атеист, тәңірші ағайындардың стримдары ғой. Содан кейін бірең-сарың христиандар бар Қазақстан жерінде. Пропаганда 100%-тің 70%, уже 80% бізге қартай ауысып кеткен. Бұлар өшіп бара жатыр да. Ештеңе насихаттай алмай, насихаттаса заңға тиіс. Самасы бой өшіп баратыр ол. Содан кейін ғой ол. Енді бұлардың қазіргі өстіп шыжбыңдап неше түрлі подкасттар жасап өздеріне бір журналист, ана екеуді түріне қарасаң, екеуі де молда ғой. Анау журналист деп қарамайсың, анау журналист емес. Одан кейін сөйтіп өзінің пропагандасын ұйымдастырып, неше түрлі видеолар жасап, елді жылататын, елді мұңайтатын, не келеді қолынан. Ана басшылар жүр, Тоқаевтың атын пайдаланып, неше түрлі нелерге кіріп, ваяни жастарға кіріп, тағы да басқа үгіт насихаттар, мектептерге, университеттерге кіріп, қайырымдылық қоры өтірік жасап, бәрі былай ойын ғой. Саяси қару ғой ол.
Оны жастар түсініп бара жатыр да соған көттер ашып жатыр, жасыратын жоқ. Иә, жаман сөз аузынан Ана шығып кетеді. абадан ішін күйсе тұжала дейді. Мұхтар Мағауиннің айтқан сөзі бар емес па? Тарихты ұлтшыл, ұлт жанды адам ғана жазса, тарих тура болады деп. Сонда ескеру керекпіз, негізі. Енді ондай жазбайды ғой, родной. Ондай жазбайды ғой. Радикализмге кетіп жатыр. Бір орта жолды ұстанып тұрақтап тұрған жоқ та? Иә. Соны мен баяғыда бір өзім сұнғаным бар еді. Негізі, егер біз Қазақстанда дұрыс өзіміздің жаңағы ата-бабамыз ұстанған салтына сай, таза шариғат ұстанған ата-бабамыздың алашық Қазақтың қай тарихи деректерінде жазылады, қазақтар шариғат жолымен ұстанған деп. Сол ғой, ешқандай. Енді не істейміз енді? Бұлар өтірікке бару керек, абадан. Бұлар өтірікке бару керек. Түсініп тұрсың ба? Бұлар бет-бет, жаңағындай бет-бет емес, бұлай, мысалы, сен өзің қанша рет ұсындың, дұрыс па? Мына бар ғой, жаңа кім еді? Мына қарабет бар ғой жаңа. Кіммен ұйықтап отқан? Нұржан Смағұлов бар ғой? Сен қанша рет шақырдың, мен оны білем да, эфирлерде. Бұны неғып саған нен етпет деп ойлайсың, өйткені бұның бар ғой, көті шыдамайды да саған. Түсініп тұрсың ба? Абадан. Өйткені мен құдай жоқ демеймін ғой. Одан қашуда ход жоқ та. Атеистерде қашуға ход бар, мысалы. Қалай жаратылды деген сұраққа атеистер нақты 100% жауап бере алмайды. Ал мен 100% жауап бердім. Кім жаратты? Құдай жаратты, Тәңір жаратты, болды. Қалай жаратты? Оны маған құлағыма сыбырлап айтқан жоқ деймін да, болды. Сұрағына жауабын берем, одан кейін жоқ, сен қанша рет шақырдың, мен сен білем ғой, сен қанша рет шақырғаныңды білем ғой, мен абадан. Білесің ба оны? Қанша рет шақырдың, біле? Абаданның тілі қылыш қой. Абаданның білімі тереңде ғой, ол. Білет та ол. Жоқ, мен осы өтірік айтпаймын. Бала ол. Мен былай ғой, братан, өтірік айтпаймын. Тәңірші көкелеріміздің ішінен осы абадан сыйлаймын, мен ылғиды эфирлерді айтам. Басқа көкелерді енді басқа ештеңе дей алмаймын. Шыны керек. Бірінші көке, мен каканайс айтайын. Осы абадан сыйлаймын мен, абаданға келем ылғида. Басқа тәңірші көкелерді білмеймін мен, ештеңе деп айтпай қой. Енді арада шамалы түсініспеушілік болуы мүмкін, бірақ ода тұрған ешнәрсе жоқ. Бастысы қазақтың бірінші тілін, екінші дәстүрін, үшінші тарихын қорғайтын, мейлі тәңірші болсын, атеист болсын, агностик болсын, атеист болсын. Маған десе христиан дінін ұстансын. Бәрібір, кім болса да бәрібір. Бастысы қазақтың ұшқынлығын қорғаса болды. Мынанда до конца тыңдауға нем жетпей жатыр андай. Төзім жетпей жатыр. Мұхтардың, Шәкәрім, Машһүр Жүсіптің, Абайдың дінін ұстағымыз келсе, мектептен дұрыс дінді ұсыну керек. Сен қазір мектепте ауыстатып жатқан сайын, сен бір мәселені шешіп жатқан жоқсың. Сен қазір баланы діннен ауыстатып жатқан сайын, ертеңгісін момент келіп. Абадан. Ойба, бол, қоя қойғай. Мұнаң таза біләд. Мен вообще біләд. Қазір бар ғой, бауыздап тастайтын едім мен баланы. Ондай сөздер. Құдай өзі кешірсін деп қоямыз ғой енді, біз ата-бабамыздан қалған сөз. Болды, қоя қой құрсын. Жақсы. Нақты ешкім айта алмайды, мынадай өмір Алла біледі. Бірақ ол не? Бір ұстаз айтқандай, жердің бетінде положениесі болған ол. Наны естіңдер. Жердің бетін Алла Тағала инна макканнаху фил ард, біз оған жердің бетін күлетін вағыздың бекші. Нерв кетеді. Күлетін қойшы абадан нерв кететін емес. Барлығын істеп қойғанбыз дейді, бағындырып қойғанбыз дейді. Жердің бетінде бір проблема туындай ма, дереу кім шешетін болған барып? Ізгі құл шешетін болған Зүлқарнайн. Көрдіңіз ба? Зүлқарнайн деген оның жаңағы екі мүйізді деген ғой қазақша. Дулығасында шығып тұрған бұладай екі мүйізі болған дейді. Сондықтан ол Зүлқарнайн деп аталған дейді.
Ана Зулқарнайынға қатысы жоқ бұның Александр Македонскийге. Александр Македонский жоқ деймін, Ауырат, точно ауырат, Қандай мынау қалай ападан. Онда қазақ тілінде Ескендір Зұлқарнайын деп айтады ғой бізде, қазақ тілі кітаптарын, тарих кітаптарын. Ол бөлек, ол Македонский кеше өмір сүрген адам ғой. Иса алейхиссаламнан бұрын, 300 жыл бұрын. Енді қараңыз, сол Зұлқарнайын бұл не қиссасы не? Қахф сүресінде келген, кіммен болған қиссасы? Яжуж ва Маъжуж деген екі тайпамен болған қиссасы. Бұл тайпа бізге жақындар бұлар. Имам Ибн Касир Аль-Бидай ва Нихая деген кітабында айтады. Нух алейхиссаламнан кейін топан судан 3 баласы қалды дейді. Сам, Яфис, Хам деген дейді. Самнан Европалықтар Шамдағыларына, Шам деген сол, Сам деген, Шам жері. Сол Шамда өмір сүрген Сам. Арабтар кімдер шықты дейді Самнан. Хамнан негрлер шықты дейді, қара торлар. Африкалық тұрғындар. Үшінші Яфистен түркілер шықты дейді. Сол Яфистің түркілердің ұрпақтарынан Яжуж ва Маъжуж деген тайпалар өмір шықты дейді. Бұны ең бір өкініштісі осыны барға тура осыны біздің Шәкәрім атамыз да осылай деп айтқан кезінде. Жасыратын ештеңесі жоқ. Тура осы сөзді Шәкәрім атамыз айтып жазып кеткен. Өкінішті ме? Найман аға, бізге мынандай логикалық сұрақ келмей ма? Жақсы, Шәкәрім жазған дейді. Шәкәрімнің өз қол жазбасы жоқ, оны Шәкәрім жазды деп Шәкәрімнің атынан айтып осы татар молдалар мен қожа молдары жазып берген жоқ па? Неге сондай ой неге келеді? Шәкәрімнің артынан өзі қалған жалғыз кітап емес пе? Шанық қана. Шанықтан басқа кітабы жоқ, қолжазба жоқ Шәкәрімнен қалған. Менде күмән бар, бірақ бар ғой, осытып айтқан енді. Жоқ. Дейді Шәкәрім атамыз. Жақсы, Шәкәрім сөйтіп айтты дейді. Жақсы. Оны қай тарихи жазбасында? Нақты сол кезде Шәкәрім кезінде қай әріпті қолданды? Төте жазу ма, шағатай жазуын қолданды ма? Сол шағатай жазумен жазылған, или болмаса төте жазумен жазылған жазбалары бар ма екен хотя бы? Абадан міне фото оқып қойдым, мұнан аша аласың ба негізі ютубтан? Адырна порталынан. Адырна деген ютуб канал бар ғой. Шәкәрімнің бір жыры бар ғой, қайсеті ё-моё, шатысып отырмын. Сонда бар. Абадан. Мынау Шәкәрімдікі, неге, мынау Шәкәрімдікі, мынау Абайдікі, Абай өстіп айтқан, Шәкәрім бейтіп айтқан дегеннің біреуіне де сенбеймін. Әсіресе дін жайында жазғандарына. Мен де сенбеймін, бірақ бар ғой. Себебі мүмкін емес. Қараңызшы, бұлар қазір жаңағы Нұржан Алаяқтың өзі жаңа айтып отырды. Ата бабамыз қазақтар шариғат жолын ұстанған дейді. Шариғат жолын қазақ қашан ұстанып еді? Бір дәлел жоқ қой, шариғат жолын ұстанған болса, біз неғып жеті атаға үйленетіндерді өлім жазасына бұйырып қойған біздің ата бабамыз. Шариғатта рұқсат нәрсе. Сол бір сұрақтың өзі жеткілікті. Қара, тура мұнан осы сөзді айтты ғой жаңа, сонда сол Шәкәрімнің өлеңі ойыма түсе қалды да мен. Шәкәрімде кезінде сөзін айтқан еді ғой деп. Бір жерден оқыдым, нақтылы ойыма түсіре алмай отырмын. Жақсы, жалғасын тыңдайық. Бұл екі тайпа андай болған ғой, жаңадай, бұзғыншы, қарақшы, айналасындағылардың барлығына тыныштық бермейтін сондай тайпа болған. Сонымен Ескендір, Зұлқарнайынға не түскен? Шағым түскеннен кейін барады бұл әскермен, сөйтіпті жағы қауыммен екі ортаға тосық жасап тастайды. Сәт дейді ғой, Құранда сәт деп айтады ғой. Тосық қоя, не деп айтады басқаша? Бөгет жасап тастайды. Екі ортаға бөгет жасап тастайды. Енді ол бөгетті Алладан басқа әлі ешкім білмейді. Ғылым мен техника жердің астындағы пәленбай мың километр, пәленбай 100 километрдегі мұнайды атып шығарып жатыр. Жердің бірінші бетінде тұрған Яжуж Мәжуж таба алмай жатыр бәрі.
Сонда Яжуж Мәжуж деген жаңағы немнің әскерлері болды ғой, түркілер болды ғой. Жаңа сөйтіп айтқан жоқ қой, байқадыңыздар ма? Қараңыздаршы, мына жеріне зер салайық, иә? Қайтадан қояйын. Шамда өмір сүрген Сам. Қазір. Арабтар кімдер шықты дейді Самнан? Хамнан негрлер шықты дейді, қара торлар. Африкалық тұрғындар. Үшінші Яфистен түркілер шықты дейді. Сол Яфистің түркілердің ұрпақтарынан Яжуж ва Мәжуж деген тайпалар өмір шықты дейді. Міне. Көріп тұрсыздар ма? Осы жерден не аңғардыңыздар? Сол Яжуж Мәжуж біз болып тұрмыз ғой, түркілер. Айтып тұрғанмын. Біз Ботай мәдениетін құрған кезде бұлар спискта да жоқ еді ғой, бейшаралар. Бұл екі тайпа андай болған ғой, жаңағыдай бұзғыншы, қарақшы, айналасындағылардың барлығына тыныштық бермейтін сондай тайпа болған. Сонымен Зүлқарнайынға не түскен? Шағым түскеннен кейін барады бұл әскермен, сөйтіп жағы қауыммен екі ортаға тосық жасап тастайды. Сәт дейді ғой, Құранда сәт деп айтады ғой. Тосық қоя, не деп айтады басқаша? Бөгет жасап тастайды. Екі ортаға бөгет жасап тастайды. Енді ол бөгетті Алладан басқа әлі ешкім білмейді. Ғылым мен техника жердің астындағы пәленбай мың километр, пәленбай 100 километрдегі мұнайды атып шығарып жатыр. Жердің бірінші бетінде тұрған Яжуж Мәжуж таба алмай жатыр бәрі. Қандай мықты, ә? Табадыр, Яжуж Мәжуж қаяқта екен таба алмайды. Таба алмайды. Алла жасырған нәрсені ешкім таба алмайды. Жоқ нәрсені қаяқтан табады, ә? Жоқ қой ондай. Ол бір арабтардың бір ертегісі ғой ол. Дінді тарату үшін пайдаланған. Жоқ. Қараңыздар, абадан былай ғой үшін. Мен қазір иман туралы бір не шығарған өлеңдерін таппай қойдым да. Бірақ қараңыздар, мен кезінде мені главныйға шығарыңызшы, абадан. Міне. Мына жақта, міне. Қайсы? Кәусар. Блин. Қайсы? Кәусар сүресі бар мына жақта ше. Осыны жаттағанда мен кезінде. Көрініп жатыр ма? Енді мен телефон кішкене нашарлау. Оқи бір. Одан кейін мына жақта тағы да мына жақтасы бар. Қайсы мағынасыз дейді. Міне. Ой, ля иляха иллаллах, Мұхаммад Расулаллах дейді. Аса қамқор мейірбанды Аллах тағаланың атымен бастаймын дейді. Кезіндегі оқын нелерім ғой, дәптерлерім. Намаз уақыттары дейді. Ой, бай. Мағынасы, е Раббымыз бірдеңке. Міне. Міне кезіндегі әңгімелер ғой. Мен сен осы мақаншылық емессің бе? Жоқ. Мен өлең шығаратын бар, Найман аға. Бірақ бар ғой, мынандай сұмдықтарға мен өлең шығарған бар, сол өлеңімді таппай қойдым да мен ше. Табам мен оны. Міне, Құран дейді. Құран бірдеңке. Терледім дейсің ғой. Олардың бәрін оқығам кезінде. Терлеген ғой кезінде. Мынау бар. Осында тұрғандардың біраз терлеп тастады. Бұлай ғой, ұшым, абадан. Бұлай ғой. Мен жарайды қазір. Немін етіп тастайын. Бұлай ғой, абадан. Кезінде бәріміз осы. Қанша? 2005 примерно 2002 жылдан бері қарай не үшін бұны күшейтті деп ойлайсың, абадан? Неге? Себебі біздің Қазақстанда кішкене басқарушы бірдеңелер керек болды да, жаңағындай берілген бәлелер ше. Осыған берілген бәлелер. Бұл не үшін керек болды? 2002 жылдан бастап диктаторлықты орнатып, өзінің белгілі билікте белгілі мүдделі топтар өзінің өте дұрыс айтасың. Оны саяси қару ретінде Бәрекелді. Ал халықты наркоздау керек. Ол наркоздаудың жолы кім? Наркоздаудың жолы ол дін. Ал ол оны апарып, сол нені наркозды апарып халыққа
укол кылып салатын ким? Оны молдалар. Сол себепті Өкімет. молдаларды не Иә, себепті жылдар бойы мемлекет тарапынан қаржыландырып, мынау шетелден оқыпты. Египет, Саудовская Арабия, Пакистан, Түркия, жан-жақтан оқытып неше түрлі ағымдары келді да. Основном Египет дейсің ғой. Бір тобы мысалы Нақшбанди болса, сөйтіп бөліп тастады. Мысалы Түркиядан оқып келгендер өздерінің несін тықты, оқып келген білімдерін тықты. Мысырдан оқып келгендер өздерінікін тықты. Сөйтіп халықтың миын ашытып жан-жаққа бөліп тастады. Болды, бөліп алды, билей бер. Ол диктаторлық мемлекетте әрқандай диктатор. Мысалы Түркияның өзі дамыған, атасының басы дамыған. Бұрындары кім Атасының басы дамыған оларда. Бұрын ғана кім бар ғой? Жаңа әйелдері рахаттанып тұрып, эфирде отырып отыр. Қазір жаңа бұрынғы кім бар ғой? Ататүрк кезінде дамыған, шыны керек. Ол жағын жасырудың қажеті жоқ. Қатты дамыған. Оны жасырмаймыз. Ол кезде қатты дамыған. Кейін мынау Ердоған келді. Түркияның ішкі өндірісі бәрі шатқаяқтады. Өндірісінің бәрі тоқтады. Бұрынғы Түркияның модельдерін, жаңа Зара сияқтыларды барып, Қытайдан өзінің маркасын бастырады да, әкеліп Еуропаға, Түркияға, тағы да басқа жаққа сатады. Міне, өзінің өндірісі тоқтаған ел болды, өркениеті. Дінмен уланғаннан кейін ол көтеріліс болады, ұрлық болады, қарлық болады, алаяқтық болады, ақша жоқ, ақша аз жерде. Халық қаншалықты надан былай ғой, абадан мен түсінбейтін бар ғой. Ана байқұс бар ғой, Ердоған не істеп жатқанын өзі өлмейтін сияқты да мағанша. Мынандай ой келеді, қара, абадан. Вроде барлығына жағып, бірдеңке қылып, нені ететін сияқты да, бірақ инфляция ұрып отыр да мемлекетте. Біріншіден. Екіншіден, мына жақтан ақшқа бірдеңке қылып, бір жағынан дейді да, бірақ, тағы да бір бәле шығып қалады, ақшқа қарсы аға өтпей қалады. Мына жақтан Россияға жағынан дейді да, тағы бірдеңкесі өтпей қалады. Ешқайсысы өтпей жатқан байқұс мемлекет болып қалды. Түркияны Осман империясын кезіндегі ең мықты деген Осман империясы. Анау емес, жаңағы біздің Астана телеарнасында көрсетіп жатқан Осман империясы бар ғой. 7 адаммен бір-біріне қарсы соғысып жатқан адам емес. Кезіндегі Осман империясын айтып жатырмын да, абаданша. Қандай керемет бір не болғанда, соған бар ғой, түкіріп атқан сияқты да, как будто Ердоғанша. Ататүріктің кәдімгі жасап кеткен жолына кәдімгі түкіріп атқан адам сияқты да. Мына жаққа жағынан десе оған болмайды, мына жаққа жағынан десе оған болмайды. Елде инфляция болып жатыр. Одан кейін тағы да. Осым сондай осым. Дәджалда бар ғой, біреу тауып алды ма, островын Дәджалдың? Арал, ешкім тапқан жоқ. Жоқ нәрсені ешкім таппайды. Алла жасырып қойған. Бүкіл техника дамып, шарықтау шегіне жетсе де оны таппайды. Өйткені Алланың уәде етілген күні ғана шығады дейді. Алла Тағала Құранда айтады. Алланың уәде еткен күні келген кезде олар шығады дейді. Бұлар шығады шынымен де ше. Шыққанда да жаман шығады. Жаңағы алды теңізден көлден өткен кезде арты не деп айтады екен? Ойбой, мына жақта бұрын теңіз болған екен деп айтады екен, су болған екен. Ішіп кете береді. Орман ба? Бұлар өтіп кеткен кезде орман мынадай дала болып қалады маған. Ойпат. Жеп кетеді. Ішіп кетеді, жеп кетеді, қиратып кетеді. Сондай бұзғын. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінде айтады, көзі қысық, бұты талтақ, бойы кішкентай, беті жалпақ, бастары мынадай дөңгелек. Сондай қауым дейді. Бізге ұқсайды. Анау Шыңғыс ханның әскері Иракқа шабуыл жасап. Жоқ. Бұл кімі негізі жаңағы біздің мәшһүр Жүсіп сияқты бұл анаусы да бір не сияқты ғой, көріпкел сияқты ғой негізі Мұхаммедтің өзі. Өйткені шынымен осы исламды негізі біраз жерге апарып тастайтын осы түркілер ау. Бірінші қазақтан басталып жатыр. Ауыр нәрсе әсіресе. Қазір қазақтың жастары жақсы кетіп жатыр, білінбейді. Осы исламға ақыр заман келмейді, ақыр заман осы исламға келеді ау. Мына қарқынмен жүре беретінбіз. Жоқ, енді абадан оны былай деп айтсақ та, оны по-любому біз как айтуымыз керек та. Мысалда, просто жаңағы анау
жастар мақұл улана берсін. Уланып атқан менің інім де бар, мысалы да. Менің інілерім бар мына жақта. Уланбай жатқан інілерім бар да, мысалы. Олардан сұрақ қоятын болсам, жаңа большой взрыв туралы біледі, мысалы да, абадан. Сондықтан оны уақыт өте келе көреміз олардың қалай. Жоқ, білсе мыңнан бірі, 100-ден бірі білуі мүмкін. 100 мыңнан бірі көбі қазір ондайға бас артпайды, осыларға емізіп, бұлардың андай жұмсақ, әдемілеп, еңіреп тұрып, екі етек жастар, екі етектері, қатын көйлектерінің төмен жақтары жасқа толып тұрып, елжіреп тұрып айтқан сөздеріне иланып қалады емес пе? Жоқ, абадан. Мен сенің уайымыңды түсініп тұрмын, абадан. Бір нәрсені түсінші, родной. Былай да, мен қазір роп болып жатырмын да, руководитель отдела продаж. Қай компания екенін айтпай ақ қойын. Мен кәдімгі руководитель болып кіріп жатырмын да. Сол жақта өңшең көбінесе 80% жастар, менің жасымдағы біреу ғана кіріп жатыр да. Мен 33-те болсам, 32 жастағы біреу ғана кіріп жатыр. 32 жастағы әңгіме жоқ, өте білімді, жақсы жігіт. Ал ана 22-21 жастағы жігіттер вообще дін туралы вообще қозғамайды. Негізі қозғамауымыз керек деген секілді әңгіме бар да. Бірақ на самом деле қарайсың аналарға, вообще оларда дін туралы вообще не жоқ, интерес те жоқ, тағы басқасы да жоқ. Оны көре жатамыз. Абадан, түсініп тұрсың ба? Мен өзім лично жаңағында руководитель болып тұрып, ондай жібермеймін. Мен кемінде астымда 6 адам болады да. Сен айтып отқан дүниені түсініп отырмын, бірақ сен қазір қараш, қаладасың ғой, дұрыс па? Алматыдамын ғой. Жақсы, енді қарашы, Шымкент бар. Оның Шымкенттің қанша облыс, қанша ауданы, қанша ауылы бар. Көбінде бізде Қазақстанда қазақтардың көп саны ауылда тұрады, жастар. Мысалы, ауылдан бір 20 бала қалаға жұмысқа кеткенмен, әсіресе қазақтар дейсің ғой. 100 бала ауылда қалады. Түсіндіңіз ба? Мысалы, бір ауылда 120 бала болатын болса, соның 20-сы қалаға кетсе, 100-і ауылда қалады. Біреуінің жағдайы келмейді, біреуінің ауылда қалаттан ауылда қалады, содан кейін бараттан мешітке ұрынады. Содан кейін жаңағы мешіттегілер есік қағып келеді. Талай есік қағып келген бізге де, білем ғой. Үйгеш. Содан кейін уже жаймен не істейтін жұмыс жоқ қой, не істейді енді. Бір сиыры, 4-5 жұмыстар әйтеу бар болса, күнделікті осы алаяқтардың артынан ереді. Дұрыс айтасың. Маған да солай келген. Өздері былай тұрсын, өзінің туған баласын соған үгіт насихаттайды. Біз әлхамдулилля мұсылманбыз, бала мұсылманбыз, әлмисақтан мұсылманбыз деп, молдалардан естіп алған нәрсесін баласына келіп құсып береді. Баласына жеке таңдау бермейді. Балам, сенде ұлтыңда таңдау жоқ. Дінді қаласаң ұстайсың, қаламасаң ұстамайсың. Қаласаң христиан боласың, қаласаң мұсылман боласың. Дінде таңдау бар, бірақ ұлтта таңдау жоқ деген тәрбиені айта алмайды. Түсініп отырсыз ба? Айта алмайтын емес, айтпайды ондайды. Абадан, қаяқтың айтқан ондай әңгімені. Маған айтты, кезінде ата-бабаң осы жолмен жүрген деді. Мен өтірік айтпаймын, мен атам мұсылман болған, атамның атасы мұсылман болған да. Бірақ мен зерттей келдім да, анау жаңағында ойбай өзенді кері ағызған, сенің ата-бабаларың андай-мындай. Мен бірде-бір дәлел ала алмадым да жаңағында. Өзенді кері ағызған, или болмаса суды кері ағызған. Өтірген оның бәрі, родной. Дұрыс па? Не әңгіме ол? Жақсы, қалайсың? Негізі мен мынандай ойлаймын да, адам негізі сыртқа шығып көру керек. Негізі діннің версиясы бойынша мынандай ғой, адам өз бетімен дұрыс адам болып қалыптасамайды деген ұғым бар да. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, ауылды жердегілер бұл действительно сөйтіп ойлайды. Мысалға дұрыс адам болып қалыптасамайды, адам өздігінен.
олар олсыз баласын ертең ішіп кетпесін, бүйтіп кетпесін деп жаңағы діндегі версияларды айтады да, сонда бір дінмен жүру керек болады бұлар. Бұлар мысалға бар ғой басқа елдерде дінсіз мысалға қандай мемлекет болып жатыр да елде. Әрине сол уақыт жазған кезде кейбір ғалымдар яжуж мәжуж шықты деп айтатын маған, өйткені көз қысын қылған ғой. Бірақ ол яжуж мәжуж енді келеді, ол уәде етілген күн, өйткені ол дәджалдан кейін келеді. Иса алейхиссалам түседі, дәджал және яжуж мәжуж. Яжуж мәжужды өлтіретін кім? Машалла. Иса алейхиссалам дұғасы өлтіреді. Бұлар жер бетіне шығып бәрін қиратып Шамға дейін барады, бұлар Табария көліне шығып кетті. Ана дәджалдың сұраған көл. Сол көлді ішіп болғаннан кейін Иса пайғамбардың несі? Құдайды өлтіреміз деп айтады. Абадан қоя тұршы. Яжуж мәжужды Иса пайғамбардың несі өлтірген дейді? Дұғасы өлтіреді дейді. Ой, машалла. Болды, кеттік. Құдайды өлтірейік деп, анау аспанға садақпен оқ атады бұлар ше. Сөйтіп садақтың жебесі қан болып түседі жерге. Құдай өлді деп айтады. Билік бізге қалды деп айтады. Сонда Иса алейхиссалам дұға қылады, Алла тағала көктен не жібереді дейді? Құрт жібереді. Жеген құрт астарын тесіп шіртіп шығарады дейді бұларды. Бұлардың саны көрінбейді, бұлар сондай шексіз да. Сөйтеді де жердің беті шірейді дейді, ана сасиды. Сонда Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен бір төбенің үстінде дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, дұға қылады дейді. Сонда Алла тағала белгісіз бір хайуандар жібереді дейді. Түйелер, мойны түйелердің мойны сияқты. Аналарды асап ковышпен не қылған сияқты тазалап алып кетеді дейді. Бірақ жердің беті сасықтан, өлекседен әлі тазармаған кезде Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен тағы да дұға қылады дейді. Сол кезде Алла жаңбыр жібереді дейді. Жаңбырдың берекеті ғой. Жаңбырмен жуып шайып жердің бетін тазалайды дейді. Содан кейін қайтадан бейбіт өмір басталады дейді. Бірақ енді бұлардың бәрі тез болады. Сол міне Яжуж мәжуж неге айтып кеттік біз, міне Зұлқарнайнды айтып отырдық. Ай, машалла. Бәлі, таза манипулятор ғой, а? Мына записьті тыңдап отырып ше. Алға бір Американың бір фантастикалық кинолары бар ғой, анда ужас кинолар. Сол елестеп кетті. Айтпаш, еще бар ғой. Жоқ, мынаны мойындаш, абадан мынаны мойындаш. Мынау бар ғой, мен сеніп кете жазадым бар ғой. Мына пәлеге сеніп кете жазадым. Біләт, бірден кесіп бардан оның бар ғой, харизмасы бар мынаның ше. Мойындау керек ше. Харизма періп тұр, еп, твой рот далбанда. Боқтық сөйлемей. Қара. Бол. Кешірім өтінім. Бұның мамандығы сол ғой, айналайын. Кәсібі сол ғой. Ораторлық, тіл жаққа жабынған, басқа істейтін жұмысы жоқ. Әрине сенде өстіп кітапты оқи беріп, жағы адамдардың алдында бұның ең алғашқы айтып жүрген вағыздарын көрсең бар ғой, құсасың. Не айтып, не қойған білмейді. Қазір бұл абдан ісілі баған. Бұның анау ең алғаш кішкентай, ерте кездегі нелерін көрші, анау шықпай тұрған кезіндегі. Бұл пәлі білет дейсің ғой, өзің шегін білет дейсің ғой, аға? Бұл деген анау неге дейін бар видео түсірген кезіндегі ана шашы өз тып-тырық бұл кезіндегі видеоларын көрсең бар ғой, ананың сөйлеп тұрған аузына сөз қойнынан бөз түсіп тұрған бәле. Қазірден қанша жыл болды одан бері? Түрін ұрайын. Жаттығып алған, не істеп алған, ондай әрине, оның мамандығың сол болса, сол дәрежеге барасың ғой. Тірлігің сол, басқа істейтін жұмысың жоқ. Болды. Кешіңіз, Алиса ханым айтып жатыр мына жақта шамал алысты ұсташы телефон деп. Болды. Кешіңіз, Алиса ханым, менде кішкене бір кінәрат болмаса кішкене бір кінә болатын болса мына бір алаяқ бойынша кешірім өтінем. Әскеу қалайсың, армысың? Аман өзі Жақсы, аманшылық.
Сол Зүлқарнайын сол Яжуж Мажужден естіген кісі Құранда оқиғасы мына Кахф сүресіндегі бөгет тастап салып кеткен кісі. Әлі бар, олар көбейіп жатыр жердің астында. Ана Властелин колец деген киноның ішінде соны көрсеткісі келеді жаңағылар. Жердің астындағы табанды, басы да, құлағы да бірдеңелер. Олардың бәрі сол бос жерден алады, оқақтан алады, адамның ақылы шектеулі өйткені. Киноның бәрін жаңағы неден алыпты ғой, осы хадистерге негізделіп Бля, Властелин колецке той болған сияқты ғой мына бля. Бұл неге сонда осында отырып бір адам сұрақ қоймайды? Молдаге мынандай ма деп. Татау осыншылық дәрежеге түсіп кеткенбіз ба сонда? Жоқ, қоймайды енді. Жоқ, абадан оларға ренжуіміздің ешқандай неміз жоқ. Мысалы, мен өз біліп тұрып барып не ететін болсам, құрсыншы барып, әйтеуір бірдеңке бір тілегіміз орындалсын деген секілді болып қалуы мүмкін да, неше түрлі адамдардың ойлары болуы мүмкін. Мен сенің ойыңды түсініп тұрмын. Атак, мен жаңа көрсеттім ғой жаңағы. Арабша оқығанымды көрсеттім мен ше. Жаңағы дәптерлерімді көрсеттім. Енді ода емес мәселе ше. Просто конкретно анандай жаңа 70% деген секілді әңгімелер болатын болса жаңа кең келесі. На самом деле абадан білесің бе? Мен саған айтып қойын. Арабтың біздің тілге қатысты не 1%-ке де жетпейді. Абадан. Осыны жоқ, қаяқтың. Одан кейін екінші айтылған нәрсе жердің бетін иман сақтап қалуға. Бұл жаңағы бір топ жігіттер. Білесіздер, 3 ғасырдан астам уақыт ұйықтап қалады үңгірге келіп. Қастарында иттері бар. Сәләсәтун рабиғахум кәлбухум дейді. Олар үшеуі төртінші ит еді дейді Алла Тағала айтады. Хамсатун сәдисухум кәлбухум дейді. Олар бесеуі алтыншысы ит еді дейді. Аналар жігіттерді айтады ғой Алла Тағала, қасына міндетті түрде итті айтады ғой. Ит деген хайуан ондай бір асыл керемет тұқымды хайуан емес негізі. Оның жаңағы сілекейі де не ғой бізде? Нәжіс қой ол. Киім. Қазақтар үшін ит деген жеті қазынаның бірі. Жала жіберсе жамай қалады. Өйткені ол анамнан нәрсенің бәрін жеп кете береді, адамнан қалған шыққан нәрселердің бәрін. Көрдіңіз ба? Сон Алла Тағала осы жерде сондай бір хайуанды. Өшіш. Адамнан қалған нәрсені жеген не ит, ол өліп қалады күндердің күні. Оны бастан өткізгенмен мысалы. Ондай емес, оны қазақтар кәдімгі итін сыйлаған, жеті қазынасын сыйлаған қазақтар ешқашанда өзінің нәжісін жегізбейді, ұятсыз мына біләт нақ. Ұру өлтіретін адам ғана ше. Мына ізгілермен айта береді дейді. Неге деп бір ғалымдар тәпсірінде айтады. Себебі дейді. Сіз жаман болсаңыз да дейді. Ана қарайсаңшы. Ой, тағы да жолдас балдарға келіп тұр ғой. Сіз жаман болсаңыз да дейді. Араласатын қауымыңыз ізгілер болатын болса дейді. Алла сізді ізгілермен бірге деп жазып жібереді дейді. Ана итті жазып жіберген сияқты ізгілермен бірге. Өзің мықты болады, араласатын ортаң біткен болса, нашарлармен бірге деп жазылады дейді. Бұл Лұқман Хакімнің өсиетінде де айтады, баласына айтқан өсиет. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұлар сол жерде 300 жыл ұйықтады, Алла Тағала Құранда айтады, оларды біз оңды, солды ауыстырып отырдық дейді. Үңгірдің ішінде. Үңгірге күн таң атып жатқан кезде және күн батып бара жатқан кезде түсетін еді дейді. Сол қара аяттың әрбір аяттың астарын қарасаңыз, бүйтіп ауыстырып отыр, орындарын ауыстырып отқан ғой 300 жылдан астам уақыт бүйтіп. Ана ит үңгірдің басында былай отқан. Өйткені үңгірге ешкім кірмеу керек. Жылан пылан ішінде біреулер жатыр деген сияқты ғой ит. Осылай жататын болған ит. 300 бірдеңе жыл жатқан. 310 жыл деп те айтады, 309 жыл деп айтады. Сонда Құдайдың құдіретін қараңыз. Жаңаларды аунатып отқан себебі дейді. Егер бір қапталмен 300 жыл ұйықтайтын болса, шіріп кетеді екен адам ше. Былай бір қапталмен жата береді. Біздің өзімізде сондаймыз ғой. Түнде әжептәуір былай жатасың, азанда былай тұрасың ше. Түнімен домалаймыз да. Өйткені дәл сол жатқаныңда азанда өйтіп тұратын болсаң, не? Денең кейбір жерлер үйіп қалады, істемей қалады. Құдайдың құдіреті адам ұйықтап жатқан кезде ауыстырып отырады екен да былай.
азанда нормально тұрсын таң намазына деп. Таң намазына да тұрмай қаламыз ғой кейде. Сонда 300 сендер байқабасыңдар ма? 300 жыл кімнің жатқанын, 310 жыл, 300 жыл кімді айтып жатқанын білесіңдер ма? Жоқ, айтшы абадан орысша. Қазір тыңдаңдар. Енді бұл сол жаңағы Алланың рахымы, мейірімден шексіздігі пендесіне берген. Солар не үшін осылай дәрежеде, осындай дәрежеде, Құран айтатындай дәрежеде бұл жігіттер қалып қойды десек, бұлар иманын сақтау үшін елін тастап кеткен кісілер екен. 300 жыл бір достар, мұсылмандар етіменен Яжү-Мәжүге қарсы жатқан, олар да оянады, олар да келет деп сондай тақырыпқа жіберіп отыр. Байқамадың? Кімдер екені белгісіз. Иманды сақтауға егер адам тырысатын болса, Алла оған ғажайыптарды көрсетеді дейді ғой. Иманды сақтайын деп адам тырысатын болса, біздің елде де көп қой, баяғы Совет үкіметінің кезінде иманын, дінін сақтайын деген не бір ғалым әулиелердің жасаған караматтары бар кәдімгідей. Иманын сақтайын деген адамға Алла не болады екен? Алла жәрдемші болады екен. Үшіншісі рух жайында сұрайды дейді. Рух бұл Алланың әмірінен, Алланың ісінен деп айт деп Алла Тағала жылы жауап қояды. Өйткені адамның санасы жетпейді рух деген мәселеге. Осы 3 сұраққа жауап берген кезде Уқба ибн Аби Муайт не істейді? Сол жерде мойындайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, пайғамбарсың деп айтайын десек мойындамайды ғой болды. Өмір бақи сол күпірлігінде қалады ғой. Көрдіңіз ба? Ол да сол несінде қалады, күпірлігінде қалады екен. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға зиян берген кісілердің қанша уақыт болды? Біраз уақыт болып кетті ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір-екі адаммен не қылайық, сонымен жобаласады бізде де. Зиян берген кісілердің басында бұл Асуад ибн Мутталиб деген кісі. Бұл да сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп көздерімен қиянат жасайды екен ше дейді. Көрдіңдер ма деп айтады екен. Көзбен ше былай. Қасында балдар бар ғой. Ана қара Мұхаммед қара деп. Қиянат жасайды екен сонда? Ана пайғамбарды көзбенен сайқымазақ қылады. Сендер құлақтан теуіп жатыр, байқап жатқан жоқсыңдар ма дегенде решат немене. Машалла, не істейді деп жатыр ғой андай. Мұндағы жігіттермен Парсы империясын аламыз деп жүр деп айтады дейді. Парсы қайда, сен қайдасың Мұхаммед деп ше? Көзбен не істейтін болған? Жоқ, мынаны не десе алайық? Көзбен қиянат жасайтын болған. Қоя тұршы, абадан. Барлық араб тілінің құрастырмасы тағы басқасы болсын, парс көбінесе 80% парс тілінен алынған ептігідік малдар. Ана қалам болсын, дәптер болсын, соның барлығы парс тілінен алынған ептігідік малдар. Соны айта кетейінші. Не ғой. Енді парсы шыны керек, парсының өркениеті, мәдениеті кезінде ерте дамыған. Сол ғой. Көптеген ілімді бұл негізі основной арабтарға көп не жасаған, жаңағындай қысым жасап, одан кейін оларды кәдімгі құл қылып істеткен негізі парсылар. Сол ғой. Сол себепті олар жаңағы бұлар құл болған. Арабтар құл болған, олар парсыларға. Өйткені ең бірінші дамыған мәдениеттердің бірі парсылар. Парсылардан алған бұл. Сосын білем, біздің ана кеңкелестерге енді жетіп отыр ғой, енді айдаладағы 7-ші ғасырдағы жаңағы Мұхаммед пайғамбары ол бар ма жоқ па біріншіден білмейміз, екіншіден ол қазақтар туралы ешқандай да ақпаратты білмейді де олар ше. Қазақтарға түкіргені бар да болғанның өзінде. Сол кішкене қынжылтады. Жарайды, кеттік ары қарай. Оған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол ақырында жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыныштық бермегеннен кейін, я Алла, бұның өзінен өзін де бала шағасынан да баз кештіріп жіберші деп дұға қылып жібереді ғой. Яғни менімен шаруасы болмайтын қылып тасташы, я Алла деп ше. Қатты адамның несіне тиетін болып тұрғандайына, шамына ше. Сол бір күні Меккенің жанында бір талдың түбінде өзінше көлеңкелеп отырса, Жабраил алейхиссалам төбесінде тұрған бұтақты қанатымен келіп ұрады ше. Бұл бірінші риуаят. Екінші риуаятта ана бұтақ сынып кетеді деп айтады. Енді Алла біледі, қандай болса да
Со тура жаңа құлап келе жатқан бұтақтың шығып тұрған екі несі бар екен жаңа. Ұшы бар екен да. Екі ұшы келіп не істейді? Екі көзін ойып жібереді ананың. Бұл өзімен өзі өмір бақи әлек болып қалды дейді. Бала шағасы бұдан басқа дейді. Әне қапасы міне қапасы соқыр болғаннан кейін дейді. Ай, жаңағы бағана айттым ғана, көзіменен ишарат жасап пайғамбарды мысқылдайтынның көзін Жәбірейіл ойып жібереді екен жоғарыда. Ай, біле. Жарайды, кет. Қойшы деп айтатын болды дейді соңында балдар ше. Бала шағасын өзі лақтырып кетті дейді бұны. Бұл да сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға зиян берген кісілердің біреуі. Одан кейінгі кісі бұл Рукана ибн Абдуязид деген кісі. Бұл енді сұмдық баретіс болған, араб жазирасында жауырыны жер иіскемеген кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келеді айтады: "Я Мұхаммед, мен жеңіп таста" дейді ғой. "Мен жеңіп таста. Сен жаңағы пайғамбар екендігіңе мен ақ иман келтіре салайыншы" дейді ғой. Сөйтеді деп пайғамбар саллаллаху неше адамның кісі бар? 70-ке жуық еркектің күші бар пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламда. Қуаты бар. Сөйтеді деп күреседі де лақтырып тастайды ғой. Ана жауырыны иіскемеген, жер иіскемеген қасқан иіскейді жауырыны. Соны жоқ, мен қателесіп кеттім, жеңілген күреске тоймайды дейді ғой. Екінші рет тұрады да пайғамбар саллаллаху қайтадан лақтырып тастайды. Жауырын тиді, төрт тағандап жаңа. Қайтадан үшіншінде лақтырады да: "Я Мұхаммед, болды" дейді да, "иман келтірем, мынау алдымыздағы талға жүргізіп берші, кел" деп айтшы, мына жерге келсін дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ақбелей деп айтады, бергел деп айтады жаңа талға ше. Тамырымен қопарып екеуінің күрескен жеріне келеді ше. Жаңа тал бар ғой, Аллахның құдіреті. Мұғжиза ғой пайғамбар саллаллаху алейхи. Сонда не деп айтады? Әли. Ема. Көңіл көтеріп отыр. Бәлі. Бір абады бір рағаттанақшы, мен бір бар ғой. Шыны керек, мен нормаль жұмысқа тұрып, кішкене енді отқам ше. Бүгін кішкене дем алып отқаным бар ше. Сол үшін сенің көңіл күйін көтеріп беріп отырмын ғой. Байқаған жоқсың. Ай, рахмет, абадан родной. Ағаштар қалай келді? Ана тал жүріп келген ней ма? Тал деген тамырымен Ай, қопарып келген. машалла. Әлгі бір видеосында естіген жарсың, ана пайғамбар дәрет сындырып тұрған кезде талдар жүгіріп келіп, тізерлеп келіп, Мұхаммедтің әуретін жауып, сосын дәрет сындырып болған соң қайтадан орнына барған. Ай, жоқ, оны естімедім. Ол бар ма? Жоқ, нан тыңдап болайықшы, давай. Жарайды, мен сабырға келейін, құрсын ешқандай не етпей. Давай, көрейікші. Сабырға кел. Сабыр. Ой, жуға қалайсың, амансың ба? Алашым жақсы. Арманның Жәбірейіл. Жуға, нан тыңдап атыр ғыранай. Арманның Жәбірейілі келді, Арманның. Яума раайту ағзама сихран деп айтады ғой. Құдайым-ау, бүгін ең ұлы сиқырды көрдім ғой мен деп айтады дейді. Қақта иман? Ашин айтылған нәрсе да ол. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи қайтадан орныңа бара ғой деп айтады жаңа талға ше. Келген жолымен жыртып қайтадан орнына барып тұра қалады жаңа тал. Бірақ енді кейбір хабарларда айтады, хижреттің 8-ші жылы Мекке ашылған кезде бұл кісі исламды қабылдаған деген кейбір хабарлар бар екен осындай. Онда мына жерде Абу Лахабқа, кімге? Абу Жахилге. Абу Жахилді айтып тастай салайық, осымен сол қайта кірмей қойық бұл тақырыпқа. Абу Жахил деген кезде бәрі таниды ғой бізде, я? Амр ибн Хишам десең ешкім танымайды. Бұл кісінің аты Амр негізі. Амр ибн Хишам әл-Мағзуми деген кісі. Мағзум, айттық я, Мағзум тайпасы деген, жарықтықтар өте бөлек адамдар. Бұлар деген соғыс құмар, сондай адамдар. Сол Амр ибн Хишам, толық айтайыншы. Абул Хакам, Амр ибн Хишам әл-Мағзуми. Абул Хакам бұның күниясы. Бірақ Абул Хакамды ешкім таниды, бұны Абу Жахил деп таниды барлығы. Бұл үмметтің Фирғауны деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мұсаға Фирғаун қалай зиян берген болса, маған Абу Жахил солай зиян берді деп айтқан. Осы үмметтің Фирғауны Абу Жахил. Бұл оңбаған кәдімгідей таңға дейін Құран тыңдайтын болған ғой. Таңға дейін, таң атып кеткенге дейін Құран таң қалатын, ілескісі келетін болғанда. Бірақ ілесіп атқан адамдарды қараса кімдер кілең? Кілең жарлы жақыбайлар. Құлдар, жоқтар, жаңағы осылармен бірге жүрем ба дейді ғой, қарасаңшы. Осылармен бірге жүріп не істеймін? Сонда Алла Тағала Құран кәрімде Қиямет сүресінің аяттарын арнады бұл кісіге.
фала саддақа вала салла дейді. Бұл оңбаған растамады да намаз дейді. Валакин каззаба ва тавалла. Алайда бұл өтірікке шығарды дейді пайғамбардың біліп тұр өтірікке шығарды. Құлдар дейді, өзі құл ғой бұның, Жоқ. Құлдар деп құлдар деп жаңағы құлдарды айтып жатыр. Ана өзі бай болған ғой жаңағы пайғамбарға. Машалла, таң атқанша Құран тыңдайтын зерттеген адам, ол бай болған, жағдай болған, ал жаңағы дінге кіріп жатқандардың барлығы өңкей кем кетік, оқымаған, топас, надан, кедей, сондайлар ғой. Абады әбеке мен шын сол жерін түсінбей қалдым. Ана Құранды азанға шейін тыңдаған деді, оқыған емес. Қалай тыңдағанда ол кезде аудио диктофон жоқ, біреуге оқытып қойған ба бая болғаннан кейін былай соны тыңдап отқан ба ол? Или өзі оқыған деп тұрған жоқ, тыңдаған деп тұр. Оқытып қойған ғой, яғни біреуге. Ақшаға ма, арбаға, жекке ма? Ол кезде жазу болмаған ғой, ол кезде жазылмаған ғой, қаяққа жазылған. Тыңдап отырдым деді ғой, яғни біреу оқып тұр болған, иә, дұрыс па? Тыңдап отырмын деп тұр, оқып жатырмын деген жоқ ол уағызында. Жоқ, тыңдап отыр деді, тыңдаған деді ғой. Енді соны Мұхаммед пайғамбар біреуге оқытты ма, жоқ әлде өзі бір жаңағы Жәбірейіл өстіп айтты деп таң атқанша құлақтан тепті ма, ол жағы анық айтылмаған ғой. Біреу оқып отыр. Мұқа болса точно оқыған жоқ, ол әріп танымайды өйткені. Мұқа болса ол тыңдады, скорее всего. Ане оқыды. Значит, Мұқаға біреу оқып берді де, осы жерін. Өйткені ол жазалатын болса, оқи алатын болса, өз жазатын еді өйткені. Әріп танитын болса, өз жазатын еді. Дұрыс па? Яғни тыңдады ол. Оқиын десе, сауат жетпейді, жазуға да, оқуға да. Тыңдады. Аз қалды, жалғастыр жерек. Одан теріс айналды дейді. Сумма захаба иля ахлихи. Я тамам. Бір нәрсені қарқ қылған адам құсап таң сәріде өзінің отбасынан істейтін еді дейді. Мәз болған күйде кердең басып Құранды тыңдап қайтатын еді дейді. Абу Жахил. Аула лака фа аула, саған өкініш болсын дейді. Оның үстіне тағы да өкініш болсын дейді Алла Тағала. Бұл ма дейді? Сумма аула лака фа аула, тағы да айтам дейді Алла Тағала. Тағы да өкініштің үстіне саған не болсын? Өкініш болсын. Жағдай деген өте ауыр ғой. Жағдай өте ауыр. Өткен сабақтарда айттым ғой, тозаққа. Тоқташ. Родной. Бол, давай айта бер. Мынау тағы Құранда Алла осы Әбу Жахилді қарғаған аяты бар екен да, значит, Әбу Лахабтың екі қолы құрсын деп Әбу Лахабты қарғаған аят бар ғой, тура сол сияқты. Мынада да екінші Әбу Жахилдің. Бұғанда да Алла айтты деп тұр ғой. Қазір сәл артқа қойайыншы. Қазір жігіттер назар салып тыңдайық. Давай кеттік. Валакин каззаба ва тавалла. Алайда бұл өтірікке шығарды дейді пайғамбардың біліп тұр өтірікке шығарды деп жатыр ғой. Ва тавалла, одан теріс айналды дейді. Сумма захаба иля ахлихи. Я тамам. Бір нәрсені қарқ қылған адам құсап таң сәріде өзінің отбасынан істейтін еді дейді. Мәз болған күйде кердең басып Құранды тыңдап қайтатын еді дейді. Абу Жахил. Аула лака фа аула, саған өкініш болсын дейді. Оның үстіне тағы да өкініш болсын дейді Алла Тағала. Не, Алла айтып тұр, көрдің ба? Түсіндер ғой? Өкініш болсын, еще өкініштің үстіне өкініш болсын деп Алла Тағала айтқан екен. Бұл енді қай аят екенін табу керек. За какие грехи айтты оған? Вроде құлшылық етіп жүрмін. Жоқ, құлшылық етпеген, ол просто тыңдап қабылдамай кетті. Әбу қазір көре салайыншы 1 минут жігіттер. Әбу Жахил деді. Ұра береді ғой, juga. Бұл елдер не тыңдап атқанын да білмейді ғой, бля, juga. Әбу Жахил. Әбу Жахил болсын, Әбу Жахилін жазбаш. Абадан муслим 18-дермен қырылсасың, родной. Құлдардың аты жөнін жаттап жүретін, мен ата бабам аты жөнін... Енді, бля, бәріміз құлдардың атын жаттап жүргіміз кеп тұрған жоқ, құлдардың атын жаттап еді маған. Жоқ, енді қарасайшы, енді мына малдың айтып атқан қарасайшы, енді мына Нұрсұлтан деген.
Далбанның айтып отқан. Былай деп жазылады. Әбу Жахил деген атпен тікелей қарғыс айтылмаған дейді, айтылмайды. Бірақ оның сипаттарына, әрекеттеріне қатысты айқын айыптаулар бар. Мысалы, ол пайғамбарды және Құранды мойындамаған, мұсылмандарға зұлымдық жасағаны үшін қатаң ескерту айтылған аяттар бар дейді. Мысалы, ол Аяқ сүресінің соңғы аяттары екен дейді. Бұған ескерту жасаған аяттар бар екен. Бұған кәдімгідей Құдайдың кітабынан аят түскен. Бұл да мықты адам екен ғой. Әбу Лақап сияқты. Ойбай. Хадисте Джуга екеумізге бар ма екен? Джуга екеумізге бар ма екен? Құран кітабынан аят түскен деген ол не мағына білдіреді сонда? Құран кітабынан аят түскен болғанда. Қалай сонда құлағына аят естіле ма? Жоқ, Құранды мен айтып жатырмын. Жоқ, өтірік әңгіме оның бәрі. Құран деп Құдайдың кітабының арасынан аят түсірген, енді ол жайдан болмайды ғой. Аят сол жайында біреу Құдайдың деп жүрген жерден сол жерде сенің атың аталып тұрса, оңай емес қой. Құдайдың кітабының арасында. Конечно. На самом деле өтірік әңгіме бар одной. Джуга, бәрін біліп тұрсың ғой өзің, елки-палки тұрыңдар ойын. 1 минуттың сөзді бөлмеш қазір. Хадистерде Әбу Жахил пайғамбарға тікелей қарсы шыққан, исламға ең қатты дұшпан болған адам ретінде сипатталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның оның үмбеттерінің перғауын ретінде айтқан риуаяттар бар дейді. Бұл өте ауыр мінездеме дейді. Ғалымдардың түсініктерінде ислам ғалымдар Әбу Жахилді иманға келмей өліп пайғамбарға дұшпандық еткені, мұсылмандарға зұлымдық көрсеткені үшін Аллахтың азабына лайық болған деп түсіндіреді. Бұл Алла оны жазалағанын анық көрсетіледі дейді. Егер қараласаңыз Құранда немесе хадистердегі риуаяттар келтірген. Бұл да оңай адам емес екен ғой бұл. Әбу Жахил. Әбеке осы сөздерді сіз сахих хадистен оқып отырсыз, риуаят емес, именно хадистен оқып отырсыз. Хадисін, жоқ, мен қазір интернеттен көрдім ғой енді. Тәпсірін оқып отырсыз ба, түсінбей қалдым мен. Мен тек тәпсірін оқып отырмын. Құранның тәпсірін ба? Сонда сізде аят бар ма? Иә. Хадис оқып отыр екен деп қалдыңыз. Жоқ, ескі хадистердің нөмірі керек болса шығаруға болады. Бұл Алланың азабына лайық болған дейді. Бұл өте ауыр дейді. Мұхаммед сүресі. Үмбетінің пайғамбары. Тек аз қалды. Бұл ма дейді? Сумма аула лака фаула. Тағы да айтам дейді Алла Тағала. Тағы да өкініштің үстіне саған не болсын? Өкініш бол. Жағдай деген өте ауыр ғой. Жағдай өте ауыр. Өткен сабақтарда айттым ғой, тозаққа салған кезде Әбу Жахилдің бір тәттісі Ухуд тауындай болады, ісінген кезде. Ухуд тауындай болады. Не бәле мынау, жаңағы құсыл дәретімді алып, тахажуд намазымды оқып, енді ораза тұтайын бір 3 күн деп жатыр едім, мынау айнып қалды ме? Ісінген кезде Ухуд тауында ісінген кезде Ухуд тісі ісінетін болса, ана тісі қалмай басы жесін шашылып кететін еді ғой, тауға айналып ісінетін болса, не істетті, түсінбедім мен. Ісінген кезде тісі қалып тауға айналып кетсе түсінетін едім, 100 жылдан кейін сол жерде. Ісінген кезде тауға айналып. Сол ғой общем. Сон логикаларың жетпей жатыр ма? Мұғжиза деп қабылдай берейік. Мұғжиза деп қабылдай. Жоқ, ары қарай тыңдай салайық енді до конца. Бір тісінің өзі Ухуд тауыныңдай болып ісініп кетеді дейді. Ухуд тауының үлкендігін дейді. Сендер деген фантазияларың жетпей жатыр ғой, фантазияларың жетпей. Сізге қайтқаннан кетсін орнына қойып қояды сияқты. Астағфиралла. Біз білмей жатырық қой, шынымен де білмей жатырық қой. Бір тісінің ой. Может біз дұрыс тәпсірлей алмай айтқан шығармыз. Дұрыс тәпсірлей алмай айтқан шығарсыңдар. Білім жетпей жатқан шығармыз. Дем ойлығым баған. Қарай беріңіз, 32-сі қандай болып кететін? Бір араб жазирасы болып кетеді қараң тісі дейді.
аяхсабул инсану айютрука суда, адам баласы өзін елеусіз, ескерусіз қала берем деп ойлайды ма дейді жаратылғаннан кейін? Алам якуну нутфатан мин манийи юмна. Ол кезінде әкесінен ытқып жаңағы шыққан бір су еді ғой дейді. Бұл Абу Жахил несіне тәкаппарланады дейді да, әкенің беліндегі сасық бір тамшы су еді ғой, атылып шыққан дейді. Бүгін ғой ол Абу Жахил болып тұрған дейді. Сумма кана алақатан фахалақа фасауа. Кейін ол анасының құрсағына жабысқақ бір алақа еді ғой дейді. Кейін одан Алла оны түзеп адам қылып шығарды ғой дейді. Фажаала минху зауджайни закара вал унса. Одан жұп еркек пен әйел шығарды ғой ада дейді. Алла тағала алейса залика биқадирин ала ан юхил маута. Енді сол Алла тағала дейді, осының барлығын жоқтан жасап келіп тұрып дейді, қайтадан соны жасап беруге күш құдіреті Алланың жетпей ма деп осы Қиямет сүресінің аяттарын кімге түсірді? Абу Жахилге арнап түсірілген. Бұл Абу Жахил жаңағы айтқан жаңағыда тәпсірінде тұр ғой, Қиямет сүресі, Қиямет аятының ең соңғы аяттарында келеді. Сүресінің ең соңғы аяттарында келеді. Пайғамбар салам Қағбаның жанында Құран оқып, намаз оқып тұрған кезде келіп айтатын болған, кәдімгі намаздан бұзып жіберетін болған ғой, итеріп жіберіп ше. Мұхаммед, мен саған Қағбаның жанында намаз оқыма деп айтқан жоқпын ба деп айтады. Таза тентек болған екен ғой. Пайғамбар салам орнынан тұрған кезде айтатын болған. Таза тентек болған екен ғой. Таза тентек қой, тентек. Абу Жахил қойшайшы деп айтатын болған, шектен шықпасайшы деп. Не істейсің ал деп, ана қой деген кезде ешіретіндер бар ғой. Не істейсің ал деп, Абу Жахил ше. Не, кімің бар сенің деп ше. Таза, мынау таза кім ғой? Кім десек болады, Әбу Жахил? Кімге ұқсайды? Қамшымен ұрған, қарғаған осы ғой, қамшымен ұрған үшін намазға мешет еткен үшін қарғамай ма, сол. Оның аты басқа еді ғой. Ой, бұның ұзын аттары қысқартылған аты. Абдуллахаб еді ғой оның аты, Абдуллахаб. Абдуллахаб бөлек ол. Көп қой, бұл деген 4 адамды айтты ғой қазір Құранға қарсы шыққан. 4 әйгілі адам. Әбулахаб бөлек қой ол. Әбулахаб бөлек. Мынау қазіргі айтылған 4 Құранға қарсы шыққан адам уже 4 абыройлы, несі бар адамдар уже. Мән бермеңіздің жаңағы пайғамбардың 72 адам еркектің күші бар екен, білдің бе? 40 еркектік еді, 72 еркектің күші болып кетті мені. Бағана 72 деді ғой. 70 қанша деді? 72 ұқтишкаға болса, 72 еркектің күшін беру керек. Қазір сол жерін қайта көре саламыз қазір. Мынау бітсін. 72 деп естіп қалдым мен. Мына бейшараларыма қасындағы, Мұхаммед, мына екі таудың айналасындағы бүкіл жігіт менің артымда ғой деп айтатын болған, көрдіңіз ба? Өзінің руымен сондай мақтанатын болған. Екі тау деген Абу Қубайс пен Қуайқиған деген Меккенің екі тауы айнал. Яғни Мекке екі сол таудың ортасында тұрады негізі. Осы екі тау, яғни Мекке түгел менің қолымда ғой дейді да. Кімің бар сенің дейді да. Шақырсайшы біреуін шақыратын болса деп. Алла Тағала не деді? Фәл ядуу надия деді. Абу Жахил шақыратын шақырсын деді. Санадау забания, біз бүкіл тозақтың перішесін шақырамыз деді Алла. Көреміз сол. Мықты екен, бұл Әбу Жахил деген бүтін тозақтың періштелері Аллахпен күресіп жүрген. Мықты. Айтасыңдаршы менде арабша. Абудың бана деді. Сода тұрда бұның бәрі хуйня деді да. Алла брадан дардан деді, Рамзға өттін, Аллаға ғана сен. Қоймеш. Сондай болғанша Рамсы примерно. Сондай болу керек. Сол кезде кімнің мықты екен деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға намаз оқып жатқан кезде басын езіп жіберем дейтін болған. Үлкен тасты бүйтіп көтеріп жақындаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи қасына сәждеге барған кезде ана тасымен қоса артқа қарай құлайды. Сонда қасындағылар мазақ дейді, қатырам деген қайда Абу Жахил? Бір-бірін күйдіретін болған ғой бәрі ше. Кілең күйдірген керосиндердің бәрі. Сонда ойбай қасына жақындап едім дейді, алаулаған от шықты дейді алдымнан. Ана шұңқырға түсіп кете жаздадым. Екінші рет болады, дәл солай қайталанады екінші рет. Сонда не дейді? Алдымнан дәу бура шықты дейді, басымды шайнап жібере жаздады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи жаңағы намазын бітіргеннен кейін қасында сахабалар сұраған кезде айтады, ол келген Жабраил алейхиссалам еді дейді, бір қадам жақындағанда басын шайнап жібереді дейді Абу Жахил. Тасымен қосып.
Жәбірейіл жағы пайғамбардың басын жағы Әбу Жахыл таспен ұрып мыжып жерейін десе, Жәбірейіл біресе бура боп келеді екен, біресе тағы не деді? От боп келеді екен, короче. Сәл жақын. Бура деген түйе ғой, дұрыс түсініп отырмық қой. Бура деген түйе болып басыңды шайнап жібереді деген түйенің келбетіндегі. Дәм жоқ бұл жерде. Ең тұңғыш исламдағы шайқастан Бәдірде өледі. Бұл бейшарада жағы сөзді айтады. Әжептәуір адамның қолынан өлмедік қой деп. Абдулла ибн Масудтың қолынан өлген, қойын бағатын өзінің қойшысының қолынан өлген. Мінәдей Абдулла ибн Масуд кішкентай болған. Сол басынан аяғымен езіп тұрып, кім жеңді деп айтады ғой, өлейін деп жатқан кезде. Келеміз оғанда иншалла. Алла және оның елшісі жеңдейді ғой. Ойбай, сорақы заман-ай деп айтады. Ол жеңді дейді. Менің өліп жатқанымды қарашы дейді. Дұрыстау бір адамның қолынан өле алмадық қой деп айтады. Ертең Абу Жахил кімнің қолынан өлді деген кезде, Абдулла ибн Масудтың қолынан өлді деген кезде, ұятай дейді ғой. Өліп бара жатып солай өледі. Манақтер. Міне осы кісілердің барлығы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға зиян берген. Енді Абу Жахилге келеміз әлі, бұл әлі ертең пайғамбарсын өлтіруге шешім қабылдайтын кісінің осы біреу. Сол қысқаша айтып шықтық. Арабты қосып қойып, енді Алла қаласа сөзі қосып қойып көрдің бе? Абадан арабша сөздерді қосып қойып, кішкене андай сенімдірек қылып, Емани деген актер Еман жібереді. Мына жерде кейін уақыт жетпей қалды. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға мүшриктердің келіп тағы бір қоятын шарттары бар. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қалайсыздар? Ардамыз дауысын естісем бар ғой, құсқың біледі сөзсен. Кімді? Дұрыстанның дауысын естісем. Бақайник. Машалла. Кішкене тыңдайық енді. Қалай Мұхаммед, үйің неге алтыннан емес деп ше? Шынымен пайғамбар болатын болсаң, үйің алтыннан болмайтын бет. Базарда жүретін, бұл қандай пайғамбар базарда жүретін? Пайғамбарлар базарда жүре ме деп ше? Неге үйіңе періштелер кіріп шықпайды сен? Вообще періште көрмейміз ғой біз сен пайғамбардың. Деген сияқты осындай адамның басын кетіретін сұрақтармен жаңағы Меккенің мүшриктері тағы келеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға. Сол жерге иншалла келесі сабақтан бастап жалғастырамыз. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала осы сиқырды көрдім ғой мен деп айтады дейді. Қақта иман? Қазір жаңағы ашин айтылған нәрсе да ол. Қазір жігіттер жаңағы жерін нақты көре салайықшы. Пайғамбардың 40 еркектің күші бар деді ма, или 70 еркек деді ма? Менің ойымша 70 еркек, 40 емес. 70 или 72 ма? 70 еркектің күші бар, жекпе-жекке шықпайды да, бірақ. Абу Жахил деген кезде бәрі таниды ғой бізде, я? Амр ибн Хишам десең ешкім танымайды. Бұл емес. Қақта иман? Ашин айтылған нәрсе да ол. Сөйтіп пайғамбарсам қайтадан орныңа бара ғой деп айтады, жаңа талға дейді ғой. Екінші рет тұрады да пайғамбарсам қайтадан лақтырып тастайды. Кісі бұл Рукана ибн Абдуязид деген кісі. Бұл енді сұмдық бар етіс болған. Араб жазирасында жауырыны жер иіскемеген кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді де айтады, я Мұхаммед, мен жеңіп таста дейді ғой. Мен жеңіп таста. Жаңағы пайғамбар екендігіне мен ақ иман келтіре салайыншы дейді ғой. Сөйтеді деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда неше адамның кісі бар? Еркектің күші бар пайғамбар. 70-ке жуық екен. 70-ке жуық. Жоқ, қарашы жұмақты. Абадан қара, бұл жерде ол осы өмірдегін айтып жатыр. Мен ана жаққа барғанда 40 еркектің күшін айтып шатыстырып отырмын ғой мен. Яғни пайғамбар бір адам, мысалы 70 адамды алатындай күш берілген, физически бұл өмірде. Сосын осы жерді тыңда. Жекпе-жекке шықпай қойды емес пе? Ұқытта емес пе? Жекпе-жекке шықпай қойған. Тастың қуысында тығылып отырып алды ғой. Шапалақпен құлататын еді деші, 70 еркектің күші болса, болға бір адамда. Жоқ, жақсы, еще мына жерін тыңдаңдар қазір. Жаңағы әсіресе талдың кегеніне жақсы жуға тыңдап бердің осы жерін. Бұзбаңдар. Қуаты бар. Сөйтеді деп, күреседі де лақтырып тастайды ғой. Ана жауырыны искемеген, жер искемеген қасқан искейді жауырыны. Соны жоқ, мен қателесіп кеттім, жеңілген күреске тоймайды дейді ғой. Екінші рет тұрады да пайғамбарсам қайтадан лақтырып тастайды. Жауырын дейді төрттағандар. Қайтадан үшіншінде лақтырады да, Мұхаммед болды дейді да, иман келтірем,
мынау алдымыздағы талға жүргізіп берші, кел деп айтшы, мына жерге келсін дейді ғой. Сонда пайғамбар ақбелей деп айтады, бері кел деп айтады жаңағы талға ше. Тамырымен қопарып екеуінің күрескен жеріне келеді ше. Жаңағы тал бар ғой, мұғжиза ғой пайғамбар. Жақсы кайф бұл жеріндер. Жақсы естідік негізі. Біріншіге бергелей тал кейін ғой. Иә. Ей, чуга бергелей. Жүгіріп кет. Осы ана талға жүгіріп келіп иман келтіріп кеткен. Мен қасымдағы талдарым бар, талдарға. маған қалай болса тастап. Кім айтса да бақан қарашы. Миды ашпай қоя тұршы, тоқташы. Жүгі қоя тұр, тоқташы. Мен талдарым айтам мен қазір. Бергел деймін мен. Сонда мен 72 адамның күші жоқ қой менде сонда. Сен пайғамбар емессің ғой. Алтып отырмын, көпшік қойдың айттым ғой оғым. Кішкене демалғыш, бірексі. Кетші. Қой жақсы жігіттер, мен эфир жабайын, просто аккаунтты дұрыстап регулировать. Давай, аман бол. Жақсы, ертең жалғастырамыз, Құдай қаласа. Алла қаласа. Ертегін ұрамыз ба, ертең бұйырса? Ұрамыз ертең тағы да. Ана ертегі болушы еді, қазақ радиосын өтетін. Араб ертегісіне түнгі 9-да ма ашсаңшы, Араб ертегісін бүгін зерттейміз деп. Дәмзәгіл апайдың ертегісі сияқтыш. Құлдардың ертегісін тыңдаймыз бүгін деп. Болды, жалғастырамыз, жақсы. Алғыс баршаларыңыз. Аман болайық. Жақсы, алғыс баршаларыңызға.